Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін біз Word бағдарламасы бойынша жаңа тапсырма ауыстырып көрейік. Әуелі осы сайтқа кіреміз. Міне жоғарыда көріп тұр. Осы сайтта ашылған кезде бірден сайтқа кіру үшін әуелі тіркелуіміз керек. Мен алдын ала тіркеліп алғам. Тіркелгеннен кейін создать занятие деген батырманы басамыз. Міне осы батырманы басқан кезде мына жерден көптеген тақырыпшалар көрінеді. Осылар арқылы оқушылармен жұмыс жасауға болады. Ал мен сіздерге қазір бір тапсырманы, викторина деген тапсырманы көрейік. Міне осы арқылы жұмыс жасауымыз керек. Оның үшін біз мына жерде көріп отырғандарыңыздай тақырыптың атын жазуымыз керек. Мына жерге Ахмет Байтұрсынов. Сұрақтар қойылады. Сұрақ толтырамыз, сосын мына жерге жауаптарын толтырамыз. Деп келесі тапсырманы толтырамыз. Осылай дайын толтырған жіберейін. Осылай толтырғаннан кейін осындай шығады. Толтырып болғаннан кейін батырманы басамыз. Мен басқан кезде толтырған тапсырмаларым шығады. Ахмет Байтұрсынов орыс қазақ мектебін қанша жасында бітіреді? Мына жерде 4 жауабы бар. Соның ішінде біреуін басу керек. Егер дұрыс болса, мына жерде 20 сұрақ басып көрейік. Мына жерде 11 деген дұрыс емес. 9 жасында бітіреді деген осылай. Оқушылар өздерінің білгендері бойынша сұрақтарын орындай береді. Одан кейін екінші Ахмет Байтұрсынов меңгерушінің міндетті қай қалада атқарды? Қала деген жауап басып дұрыс болып шықты. Одан кейін үшінші Ахмет Байтұрсынов қашан дүниеге келген? Деген тапсырмадамыз. Қала деген. Міне осылай 20 сұрақтың 20 жауап орындайды оқушы. Орындап болғаннан кейін мына жерде тапсырманы басқаша да орындауға мысалы мынадай викторина тұр, немесе мынадай тұр. Қайсысын өзіңіз ұнатасыз, сол бойынша орындауға болады. Міне көрейік. Мынадай. Немесе мынадай таңдау. Ол мұғалімнің өзінің ыңғайына қарай ауыстырып алу. Міне бірінші тапсырма. Атасының есімі мен сияқты. Одан кейін мынадай түрін таңдап алу. Руы қандай?
Немесе мынадай түрін таңдап алуға. Осылай оқушылармен жұмыс жасауға болады екен. Тыңдағандарыңызға рахмет.